Саламатсыздар ма, менің каналымның көрермендері? Бүгін біз 168-ші қорытындылау сабағына тоқталамыз. Есеп бойынша өрнек құрастыр. Тәуелсіздік мерекесіне ұйымдастырылған концертке 875 ересек адам, ал оларға қарағанда 562 бала кем келді. Мерекелік концертке барлығы неше адам келді? Өрнек құрастыр деген екен, мен түсінікті болу үшін есептің шартын құрып қойдым. Барлығын табу үшін ересектер мен балаларды қосуымыз керек. 875-ке қосамыз. Балалар белгісіз болғандықтан оны жақшаның ішіне кемін табамыз. 875-тен 562-ні азайтамыз. Сонда жақшаның ішіне бізде 313 шығады. Енді екеуін қосамыз. Сонда бізде 1185, яғни барлығы 1188 екен. 88 адам келді концертке. Ә бөлігінде теңдеу арқылы шығару керек. Дүкеннен 750 теңгеге сыйлық сатып алынды. Егер әр сыйлық 150 теңге тұратын болса, онда неше сыйлық сатып алынды? Яғни бізде 750 теңге деген ол барлық сыйлықтың құны. Бір сыйлық 150 теңге болатын болса, сонда нешеге көбейткенде 750 шығады. Соған қарап теңдеу құрастырамыз. Мінекей осындай теңдеу шығады. Енді сыйлықтың санын табу үшін 750-ді 150-ге бөлеміз. Сонда біздің сыйлығымыздың саны 5-ке тең, яғни 5 сыйлық сатып алынды. Тексереміз. 150-ді 5-ке көбейтеміз. Сонда 750 шығады. 750 мен 750 тең. Екінші есеп. Мына жерде кесте берілген. Кестеде тіктөртбұрыштардың ұзындығы мен ені берілген, және олардың периметр мен ауданын табу керек. Периметр табудың формуласын біз жақсы білеміз. Енді сол формулаға саламыз. Демек, ұзындығы мен енін қосқанда 30, оны 2-ке көбейтсек 60 сантиметр. Бұл бірінші тіктөртбұрыштың периметрі. Мына жерден 61 шығады. 61 мен 2-нің көбейтіндісі 122 сантиметр. Екінші тіктөртбұрыштың периметрі. Енді үшінші тіктөртбұрышта ұзындығы А, ені Б болса, бұл жерде бізде санды өрнек шықты. Демек, оны есептей алмағандықтан осы күйі қалдырамыз. Енді ауданға келейік. Ауданның формуласын біз жақсы білеміз. Ұзындығы мен енін көбейту. Енді 25 пен 5-ті көбейтеміз. Сонда бізде бірінші тіктөртбұрыштың ауданы 125 сантиметр квадрат. Екінші тіктөртбұрыштың ауданы 820 сантиметр квадратқа тең. Үшінші тіктөртбұрыштың ауданы осы күйінде, әріпті өрнек күйінде қалады. Үшінші. Бірінші вагонда 17 бала келе жатыр. Бұл барлық жолаушылардың 3-тен 1 бөлігін құрайды. Екінші вагондағы жолаушылардың бірінші вагондағы жолаушылардан 13-і кем. Екі вагонда барлығы неше жолаушы келе жатыр? Бұл жерде вагондағы баланың саны ғана белгілі. Ал бізге жалпы барлық жолаушыны табуымыз керек. Ол үшін, егер 3-тен 1 17 болса, барлық қанша екенін табу үшін 17-ні 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде 51 жолаушы бірінші вагонда келе жатыр. Ал екінші вагонда одан 13-і кем. Яғни 51-ден 13-ті алып тастаймыз. Сонда 38 жолаушы екінші вагонда екен. Енді барлығын табу үшін осы екеуін қосуымыз керек. 51 мен 38-ті қосамыз. Сонда 89 жолаушы екі вагонда, барлығы осынша жолаушы бар деген сөз. Енді осы есепке кересеп құрастыр деп тапсырма беріпті. Оған біз мынандай кересеп құрастырсақ болады. Екі вагонда барлығы 89 адам жолаушы келе жатыр. Оның 51-і бірінші вагонда, ал сол адамдардың 3-тен 1 бөлігі бала. Ал екінші вагонда қалғаны екінші вагонда келе жатыр, және оның бірінші вагонға қарағанда нешеуі кем деген сұрақ қойсақ болады. Енді бұл жерде екі сұрақ тұр. Әуелі баланың санын тауып алуымыз керек, одан кейін нешеуі кем екенін тауып алуымыз керек. Ал кеттік. Әуелі баланың санын тауып алайық. Ол үшін 51-ді 3-ке бөлеміз. Сонда баланың саны 17. Бірінші вагонда 17 бала келе жатыр.
Енді қалғанын табамыз. Ол үшін 89-дан 51-ді азайтамыз. Қалғаны екінші вагондағы 38. Енді келесі сұрақ, осы екінші вагонда бірінші вагонға қарағанда неше кісі кем? Соны табуымыз керек. Ол үшін 51-ден 38-ді азайтамыз. Сонда екінші вагонда бірінші вагонға қарағанда 13 жолаушы кем келе жатыр. Төртінші тапсырмада бізде өрнектер берілген екен, және оны есепте деген тапсырма берілген. Бұны әрине құрметті оқушым, өзіңіз өз бетіңізше баған түрінде есептеп, көбейтіп, немесе бөліп, мәнін табыңыз, және сосын кейін барып менің шығарған есебіммен салыстырып көріңіз өз жұмысыңызды. Үшінші, бізде кесте берілген, осы кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығарамыз. Тауарлардың суреттері берілген, бағалары, саны және құны. Біріншісінде құны белгісіз, екіншісінде бағасы, үшіншісінде саны белгісіз. Бір өшіргіш 95 теңге тұрса, 5 өшіргішке қанша теңге төлейді? Ол үшін 95-ті 5-ке көбейтеміз. Сонда 475 теңге төлейді 5 өшіргішке. 8 қаламға 392 теңге төледі. Бір қаламның бағасы қанша? 392-ні 8-ге бөлеміз. Сонда бір қаламның бағасы шығады. Ол 49 теңге. Бір қорап түсті қарындаш 250 теңге тұрады. 1000 теңгеге осындай неше қорап қарындаш алуға болады? Сонда біз 1000-ды 250-ге бөлеміз. Сонда 4 қарындаш сатып алуға болады екен. Алтыншыда теңдеулер берілген, оларды шешуіміз керек. Бұндай теңдеулермен біз бұрыннан таныспыз. Әуелі теңдіктің оң жағын ықшамдаймыз, қарапайым теңдеуге айналдырып, ары қарай теңдеуді шешеміз. Болғаннан кейін теңдеуді тексереміз. Енді мына жерде екінші теңдеуде бізде ықшамдайтын екі тұсы бар. Әуелі мына жерді ықшамдаймыз, көбейтіп 750, сосын мына жақты ықшамдаймыз. Сонда бізде қарапайым теңдеу шығады. Бұл теңдеулерді әрине оқушым өз бетіңізше орындаңыз, өйткені сіз бұны білесіз, бұндай теңдеулерді. Сосын осы видеодағы шығарылған теңдеулермен салыстырып көресіз. 7-де шамаларға байланысты өрнектер берілген, оларды есептейміз. Мына жерде бөлеміз. Бөлгенде бізде грамм шығады, килограммға жетпейді, грамм күйінше қалады. Екіншіде центнер. Центнерді килограммда 2-ке бөлінеді. Сонда 1 центнер 5 килограммға тең. Мына жерде центнерді килограммға айналдырамыз. Өйткені 3-ті 2-ке бөле алмаймыз. Сондықтан 300 центнер шығады. 300-ді 2-ке бөлгенде 150. 150 дегеніміз 1 центнер және 50 килограмм. Келесі уақытқа байланысты екен. Минутымызда, секундымызда 3-ке бөлінеді. Сонда 2 минут 2 секунд. Мына жерде 82 сантиметр. Мына жерде көбейткен кезде сантиметрді 2-ке көбейтеміз, 8 сантиметр, 6 миллиметр шығады. Келесі, мына жерде азайту амалын орындау үшін метрді сантиметрге айналдырамыз. Сонда 459-дан 69-ды азайтамыз. Сосын оны метр мен сантиметрге қайтадан бөлшектейміз. Сонда 3 метр 90 сантиметр болып шығады. Мына жерде метрден сантиметрді азайту үшін метрді сантиметрге айналдырамыз. Тағы да 100 сантиметр, 100-ден 48-ді азайтсақ 58-ге тең. Мына жерде де 10 дециметрді сантиметрге айналдырамыз. Сонда ол 100 сантиметр болып шығады. 100-ден 58-ді азайтамыз, 42 сантиметрге тең. 8. 8-де бізде 3 түрлі сағат берілген. Осы жердегі әр сағат 2 сағат 15 минут 8 секундтан кейін қандай уақытты көрсетеді? Соны есептеп шығуымыз керек. 48 секунд, ол минутқа жеткен жоқ. Мына жерде 30 минут шығады, ол сағатқа жеткен жоқ. Мына жерде 12 сағат. Келесі, мына жерде 64 шығады. 64 дегеннің 60-ы мынау минутқа кетеді. 1 минут болып кетеді. Сонда мына жақта 4 секунд қалады. Мына жерде 25 болды. 25-ке 15-ті қосамыз, 40 минут шықты.
мына жерде 19 сағат. Келесі сағатымыз біздің 35-ке 8-ті қоссақ 40. Мына жерге жазайыншы. 43 секунд минутқа жетпейді. Мына жерде 19 минут шығады. Мына жерде бізде 25 сағат шығады. Ал 25 дегеніміз біздің тәуліктен асып кетті. Сондықтан 24 сағаты, түнгі 24 сағатқа жеткенде келесі тәулікке қарай өтеді. Сонда түнгі 1 сағат болады. 1 сағат 19 минут 43 секунд шықты. 9-шы. Егер жаяу адам бір жолмен 2 рет жүрмей, барлық жолмен жүріп өтсе, оның неше метр жүретінін анықта дейді. Енді біз қай жерден, қай нысаннан бастап жүрсек, жолды 2 рет баспаймыз. Мына нысаннан бастайық. Бұлай қарай жүреміз. Сосын бұлай. Сосын бұлай. Сосын бұлай қарай өтсек, біз бір жолды 2 рет жүрмейді екенбіз. Енді барлық жолдағы өлшемдерді қосып шығамыз. Барлық жолдың ұзындығын қосқанда бізде 792 метр шықты. Осымен біз бүгінгі барлық есептерді қарастырып болдық. Видеоның соңына шейін көрсеңіз, лайк басып, комментарий жазып, менің қазақша контентімді қолдап қойыңыз. Және қоңыраушаны басып қойыңыз, мені жоғалтып алмас үшін.